Армысыздар, Арайлы Арқалық YouTube каналының көрермендері, құрметті жерлестер, отандастар. Бүгін бізде қонақта Торғай еліне белгілі спортшы, ақын, қоғам белсендісі, блогер Оралхан Озбаев бауырымыз. Қош келдің. Жалпы бірінші сұрақ, Арқалықта қай мақсатпен Арқалыққа келдің? Жалпы Арқалық туралы не ойлайсың? Сырт көз сыншы деп, қаланың ішінде жүрген кезде көп нәрсе аңғаруға болады. Жақсы жақтар бар, кемшіліктер де болуы мүмкін. Сол туралы өзінің пікіріңді айтып берсең. Арқалық сенің көзімен қандай қала? Арқалыққа мен шаруалармен келдім, бірақ бұрынғыға қарағанда Арқалық көп өзгерген ғой. Көшесі де жақсарған, біраз ғимараттар салыныпты, көркейе берсін, алды осылай жетістік көп болсын Арқалықта. Осы қалпынан таймай. Бұрынғысына қарағанда көп, әлде қайда біраз жақсарған қала. Енді Оралхан бауырым, өзің Қызбелдің тумасы екенсің, е? Қызбел. Бірақ өскен жерің Ахмет ауылы, е? Ахмет ауылында өстім, иә. Қандай сәйкестіктен іздей? Алаш орданың белгілі қайраткерлері Міржақып Дулатұлы туған өлке Қызбел ауылында дүниеге келіп, өскен жерін Ахмет атамыздың есімі берілген ауылда өстің, жетілдің. Өзінің жалпы мектеп бітіргеннен кейінгі өмір жолын қалай жалғасы, сол туралы айтып өтсең? Өйткені көптеген азаматтар сені спортшы ретінде немесе жаңағы Фейсбукта ақын ретінде ғана біледі, а жалпы биографиялық өмірін қалай өстің, өмірде отбасында неше бала бар, сізде бауырларың үйленгенсің бе? Сол туралы өзінің жеке өмірің туралы айтып өтсең. Мен өзімнің өлеңімде де бар. Мен мақтаныптым, Міржақыптың ауылында туылып, мысалы мен өзімнің өлеңімде айтқам, сұрасаңдар Торғай дейтін елденмін, киелі Қызбел деген жерденмін, Міржақыптың ауылында туылып, Байтұрсынның ауылында өнгенмін деп, сол екі ауылдың киесі шығар, осылай ақындық аяқ астынан пайда болып шығып. Мен бірінші класста келдім Байтұрсын ауылына. Содан өмір оқығанша сол Байтұрсын ауылында оқыдым, қарапайым отбасында. Екі ағам бар, сосын тәтем бар, қарындасым бар, отбасында 4 адамбыз. Сол оқуды жақсы оқыдым. Сол өзімді ойлаймын, сол киелі жерден шыққасын шығар, осы ақындық аяқ астынан пайда болып, қазір әлеуметтік мәселелерді сол өлеңге жеткізіп. Келіншегің бар ма? Болса қай жақтікі? Қашан үйлендің? Бала шағаң бар ма? Қазір қай жақта тұрып жатсың? Сол туралы айтып. Келіншегім былтыр үйлендім. Келіншегім өзі сол көрші ауылдың қызы, Ақкөлдікі. Сол бала шаға енді бұйыртса болады да. Қазір Степняк деген ауылда сол мұғалім жұмыс істеп жүрмін. Амангелді ауданында. Амангелді ауданында. Осы ауылға қалай келдіңдер? Жаңағындай өздерің ізденіп келдіңдер ме? Әлде таныс арқылы орналастыңдар ма? Білуімше келіншегің де мұғалім. Сол туралы айтып берсең, жалпы жастарға қазір жұмыс табу оңай ма? Ауылдарға бару, ауылда жағдай жасалған ба? Сол туралы айтып өтсең. Жұмыс табу жастарға, істегісі келген адамға жұмыс табылады ғой. Ауылға барсын, дипломмен істеуге болады, мемлекеттік беріп жатыр ғой қаражат. Бірақ енді ауылға барғанда да жағдай жасау керек те жастарға. Жастар ауылда тұрмайды, неге? Өйткені жағдай жоқ та. Ешқандай жасалмайды. Мемлекет деңгейінде бір кредит бірден алайын десе де ол көп шаруасы көп та ол. Қағазбастылық, иә, сол. Былай жұмыс істеуге болады ауылда. Негізі ауылдан шыққан ғой мықтылардың бәрі. Ауылдан бала шығару болады дайындап. Жұмыс көп, істеуге болады. Енді Оралхан өзің қысқа қайырып жатсың, кішкене толық жауап беріп отырсаң, және қаттырақ жауап беріп отырсаң, біздің көрермен сен туралы көп білгісі келеді. Жалпы білімің қандай? Осы мектепті Ахмет ауылынан бітірдің, ары қарай қай жерде оқыдың, еңбек жолың қай жерде басталды, кім болып жұмыс істейсің? Сол туралы толыққанды айтып өтсең. Мен Ахмет Байтұрсын ауылынан мектепті бітіргеннен кейін осы Арқалық қаласы Назипа Құлжанова атындағы
Торғай гуманитар колледжін оқуға түстім. 2012 жылы ол оқуды бітіріп, Қай мамандық? дене шынықтыру. Рудный қаласы 19 орта мектепте жұмысқа тұрдым. Сол Рудный ең бірінші еңбек жолым сол 19 мектептен басталды. Одан 26 жасымда сол спортқа келдім. Сол Рудныйда Александр Якименко деген кісі болған. Сол кісінің қарамағында дайындалып, сол қазір жетістікке жетуім сол кісілердің арқасы деп ойлаймын. Спорттан. Спорттағы жетістіктеріңді атап өтсең, себебі кейбір азаматтар білмеуі мүмкін. Жалпы жекпе-жек ұлттық спорт түрімен айналыстың, иә? Солай ғой? 26 жасында келдің бұл спортқа. 26 жасында. Неше жыл қатыстың? Сол жыл аралығында қандай жетістіктерің бар, сол туралы айтып өтсең? Мен ең бірінші 2016 жылы клубқа бардым. Спарта деген клуб болды Рудныйда. Енді ашылып жатқан кезі. Соған барып, сол дайындалып, 3 айдың ішінде облыс тұттым. Облыстан грэплингтан, жекпе-жектен, ММАдан, ушу сандадан, облыстан біраз спорт түрінен ұттым. Одан Қазақстаннан призер болдым, күміс жүлдегер болдым Ақтөбе қаласында. Сосын Қостанай қаласында өткен Азия чемпионатының қола жүлдегері болдым. Спорт шеберлігі, нормативін орындадың ғой? Орындадық қой. Өзің 91 жылғысың, е? Тәуелсіздіктің құрдасы екенсің. Жалпы қазіргі тәуелсіз Қазақстан туралы не айта аласың? Жақында бір пост жазыпсың. Баян тапқаны, Жанқоштың жатқанын бүкіл халық болып талқылап жатсыздар деген жаңағындай мағынада. Осы туралы жалпы қазіргі қазақ қоғамы туралы өзінің пікіріңді айтып өтсең, қазір жастарда не қызықтырады, қоғамды не қызықтырады, өзекті мәселелер шешіліп жатыр ма, әлеуметтік желіде көптеген өзекті мәселелерді жазып жатсың, сол туралы айтып өтсең? Мен ең бірінші мәселе, мен ылғи қолға жаңағы айтып жүретін мәселем ол тіл туралы да. Қазіргі жастарға қарап мен қарным жатты. Бәрі орысша сөйлейді. Ол біріншіден ата-анасының кінәсі деп ойлаймын. Ата-анасы үйде қалай сөйлейді, солай бала қалыптасады ғой. Мен өзімнің өлеңімде айтқам, түрің қазақ, тілің қазақ, түрің қазақ, түбің қазақ, орысша сөйлеп жүрсің болып мазақ. Керемет ұлтың тілің бар емес пе? Керемет ұлтың тілің бар емес пе? Онсыз да халық едік саның азақ. Балаңа орысша деп шүлдірлейсің, қазақша айтсаң соны қандай ғажап. Тілі мен мәдениеті өлген ұлттың өмірі болады екен таза тозақ деп. Сол бірінші мәселе тіл мәселесін ылғи айтып жүремін мен. Сол кейінгі ұрпақ осы тіл мәселесі жөнінде ақсақ орысша сөйлейді. Бірыңғай байқаймын, Қостанайға барсам да, қай қалаға барсам да кішкентайлар орысша сөйлеп жүреді. Мен соны қазақша сөйлегенін қалаймын да, сол болашақ жастардың. Біз енді қазақша қалыптастық қой, бізден кейінгі поколениелер жаңағы нелер таза қазақша сөйлегенін қалаймын. Енді қазіргі жазған постына байланысты өзінің көзқарасын қалай? Жалпы мынау спортшылар батыр деп санайтын азаматтар бар. Шын мәнінде спортшылар батыр ма? Әр спортшыны біз батыр деп атай аламыз ба? Мысалы, бізде Шавқат Рахмонов бар, өзін айналысқан жаңағындай жекпе-жек өнерінің майталманы. Қазір үлкен әлемдік аренада өнер көрсетіп жүр. Одан басқа жаңағындай Асу Алмабаев деген жігіт бар, Қуат Хамитов деген жігіттер бар. Басқа да енді жаңағындай көзге ілініп жатқан спортшылар бар. Соның барлығын қазіргі заманның батыры деп атауға бола ма? Мен спортшыны батыр деген келіспеймін. Ол спортшы бір мамандық сияқты ғой, бір өзінің жаңағы жұмысын жетік меңгеріп, жетік атқарып жүрген спортшы. Спортшы ол сол батыр дегенге мен келіспеймін. Спортшы ол елдің атын шығарып жүрген қарапайым кісі да. Адамгершілік жағы мықты болу керек та спортшыларда. Қай адамда да адамгершілік бірінші орында тұру керек қой. Атақ, абырой деген ол уақытша нәрсе бар. Адамгершілігі қай кезде де. Адамгершілігі мықты адам бұл батыр адам болады мен үшін. Дұрыс айтасың. Қуат Хамитов Фейсбукта жалпы әлеуметтік желіде өте белсенді жігіт, спортшы. Бұл жігітке өзінің көзқарасын қандай? Өзінің жалпы қазіргі кезде Қуат Хамитовтың футболшыларға қатысты пікірі бар.
білетін шығарсың. Осы Қуат Хамитовтың белсенді қазіргі қызметі туралы не айта аласың? Қуат Хамитов ағамыз ол кісі ашық айтады ғой, қорықпай ешкімнен, қалай бар солай. Ол кісінің айтқанын мен де келсем, сырттан біреулерді алдырып оған миллиардтап ақша төлегенше өзіміздің қазақ балаларын дамытып, ауылдан шығады мықты футболисің де, күресің де, боксың да, дайындаса, ақша бөлсе, көңіл бөлсе, мемлекет ауылдан да шығаруға болады, сырттан әкелгенше. Ол кісіні құптаймын мен. Енді қалай ойлайсың, жалпы спортшыларды қазіргі кезде қолдау мемлекет тарапынан қалай жүргізіліп жатыр? Көңілін тола ма жалпы спортшыларға деген қолдау? Балаларды, жастарды спортқа баулу, мынау саясаты қалай жүзеге асып жатыр сенің көзқарасың бойынша? Менің көзқарасым бойынша енді көрінген спортшыларға, жақсы жағынан көрініп, орын әкеліп жүрген спортшыларға көңіл көп бөлініп қояды да, төменгі поколениеде ауылдан шығып жатқан, мысалы, ондай спортшыларға қаражат деңгейі жоқ ау деймін, мысалы, менің ойымша. Менің ойымша жаңағы көрінген, жаңағындай звезда дейді ғой, енді жұлдыз спортшыларға мемлекет андай көңіл аударып керек емес, ол өз жағдайы өз жасалған адам ғой. Келді, марапаттады, болды. Оған әсірелеп қайта мысалы квартира беріп, машина беріп, ол менің дұрыс емес деп ойлаймын. Ол машина, квартираны жағдайы жоқтарға, жаңағы болмаса сол ақшаға жаңағы астымызда өсіп келе жатқан балаларға берсе, спортқа бөлсе. Солай ойлаймын, менің өз ойым ол. Бірақ енді әркім әрқалай ғой. Келісетіні бар, келіспейтіні бар онымен. Өте жақсы пікір. Париж Олимпиадасы аяқталғаннан кейін бізде дзюдошы қыздарымыз орын алмаған. Бірінен соң бірі 3 көлік сыйлаған жаңағындай жайттар болып жатыр, шын мәнінде ондай қолдаулар бар. Орын алмаса да мінекей қайта автокөлік сыйлап жаңағындай құрмет көрсетіп жатыр. Бұл енді жақсы ма жаман ба, енді оны халық өз бағасын берер. Біз енді Торғай өңіріне қайтып оралайық. Жалпы Торғай өңірінің азаматысын, жұмысты осы Жангелдин ауданынан табу мүмкіндік болған жоқ па? Әлде жұмыс болмады ма? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, жалпы Торғайдағы білім сапасына қандай баға берер едің? Торғайдан жұмыс болады еді, өзім келмедім ел жаққа қарай. Былай білім сапасы Торғайдың жақсы. Кешеден неден Августовский конференцияда тоже біздің Байтұрсын мектебі орын алып жатыр білім жағынан. Білімі жақсы жақтың. Сыртта жүргенде өзім қаладым да солай. Түсінікті. Қазіргі кезде Торғайдағы қандай негізгі мәселелер бар, сол туралы айтып өтсең, нақты жаңағындай өзекті тақырыптар. Өзекті тақырыбы Торғайдың жол мәселесі деп ойлаймын. Алабөгет маңайы, енді алдымыз күз, жаңбыр жауын шашын, одан қалды қыс келе жатыр. Қыс кезінде жүруге жерден енді айта алмаймын енді. Соны қысқа жеткізбей жөндеп берсе халыққа, халықтың да тілегі сол болып тұр ғой. Одан қалды Ахмет Байтұрсын ауылының жолы, ол жаққа тіпті мүмкін емес. Күзде баратын болатын болса, ол жаққа жүру тіпті мүмкін емес. Ол қазықтаған жағалай, былтыр салған асфальттарын алып кеткен су. Енді дұрыстайды шығар болашақта. Ақша бөлінді деп бір естідім, бір ұзынқұлақтардан. Енді сол жолды дұрыстап берсе, ауыл шалғайдағы ауылдағы бірінші дұрыстау керек қой, қаланың маңайын емес, шалғай дұрыстау керек бірінші. Шалғайдағы ауыл ара қатынасы үзіліп қалады, күз кезде, көктем кезде жүре алмай қалады. Назардан тыс қалады, көбіне сол. Сол үшін менің ойым, шалғайдағы ауылдарға бірінші көңіл бөлу керек та, сосын қаланың маңайы ол уақыт өте келе елестеледі, ол қаланың маңайындағы ауылдар ештеңе болмайды. Жаңа жақсы айттың, жалпы Ахмет ауылының бірінші мәселесі жол деп. Бірақ тағы да бір мәселесі бар, бұл ракета қону. Мынау Ресей ракеталарының осы екі ауылдың маңайында, 2-3 ауылдың маңайында қонады деп жаңағындай жоспарланған. Осыған жалпы өзінің пікірін кезінде ақсақалдар, жаңағындай сол елдің азаматтары дауыс беріп құптаған екен осы ракеталардың қонуын. Жалпы сол жердегі жергілікті халықтың көзқарасы қандай осы ракеталардың қонуы,
жалпы экологиялық зардаптары сол туралы. Экологиялық зардабы болады ғой, ол ракетаның ішінде гептил деген отынмен жүреді, ол да зиян халыққа, малға зиян, жайылымға зиян, жерге зиян, ол ракета құлағасын. Мен ол туралы өлең де шығарамын, ол өлең де бар, интернетте де бар. Енді білмеймін халық, үлкен кісілер қалай оған келіскенін. Енді ол жерде үлкен сұрақ дейсің ғой. Үлкен сұрақ ол мәселе. Қалай келіскенін білмедім, бірақ енді ол қате да, ол өзіңнің туған жеріңе зымыранды құлату, ол үшін келісім беру деген мен елестете алмайды екенмін. Менің қолымда болса мен өлсем де келісім бермейтінмін оған. Сатқындыққа тең дейсің ғой. Енді солай деп ойласам да болады, өйткені мен именно маған мені шешетін болсам сол жерде, мен мейлі ақша бермей не берсе де мен оған келіспейтін едім. Өйткені маған бірінші халықтың денсаулығы, жердің тазалығы маңызды. Сол үшін мен келіспейтін едім оған. Осындай шешім қабылдаған кезде, қазіргі кездің өзінде Жангелдин ауданын Шота Оспанов мырза басқарып отыр көп жылдары. Өзінің көзқарасы қандай осы әкімге байланысты? Түрлі пікірлер бар, қолдайтындар да бар, жаңағындай ісіне көңілі толмайтын азаматтар бар. Өзінің жеке азамат ретінде әкім туралы ойың қандай? Мен ол кісінің қабылдауда болдым. Ол кісімен мен жарысқа баратын кезде ол кісі қолдау да болды. Мен ол кісіге былай лично ештеңе айта алмаймын, бірақ жұмысына келсек, былай торғайдың именно өзінде болса, торғайдың өзіне асфальт салынған енді қарасаңыз. А бірақ шет ауылдағы білмедім енді, ол жұмысына енді шет ауылдардағы жұмысына мен көңіл толмайды жаңағындай. Ал өз торғайдың өзіне бұрынғы қарағанда біраз жақсарған ғой. Көшеде асфальты бар, енді су мәселесі де біраз айтып жүр, су мәселесін де дұрыстап ойдым соңғы кездері. Бірақ енді оның жеке басына Шотағайдың мен өзім нем жоқ. Бірақ енді жұмысына келгенде жаңағыдай, енді шалғай ауылдарға может көңіл аз бөлініп қоя ма, білмеймін енді қалай екенін. Енді ауыл болғасын бәріне бірдей, мысалы мен өзім әкім болсам, бірінші шалғай ауылдарды дұрыстайтын едім. Өйткені оларға шалғай ауылдар істерсе, районның маңайындағы ауылдар ол өз-өзіне істеледі, ол жақын ғой, енді жолда трасса бар, цивилизация бар ғой шамалы, ана жаққа шығысқа қарағанда. Солай ойлаймыз. Түсінікті. Сенің жазбалардың бірінде осы Ахмет ауылында кезінде әкім болған жас жігіт Шыңғыс туралы жазыпсың. Ол кісі туралы жалпы көзқарасың қандай? Ол кісі жұмыс істеген кезде қандай ауылда өзгерістер болды, сол туралы айтып өтсең, және де өзің болашақта ауыл әкімі болуға қалай қарайсың? Шыңғыс менің бауырым, ол досым. Екеуміз сол көп болған жоқ, сол ауылға қалай әкім болып келді, солай таныстық. Адамды байқайсың ғой, жұмысқа, өз жұмысына адал, сондай іскер адам болды да. Біраз шаруалар істеді ауылда. Ауылдың марқұм Қасқыр ағаймен бірігіп ауылдың қоршалмаған бәлен жыл тамын қоршады жаңағы зиратын. Одан қалды акиматты дұрыстады ішін. Біраз жұмыстар істеді, бір жылдың ішінде Шыңғыс. Кейін бір шаруалар шығып өзі орнынан алынып қалды да, мен айтатынмын Шыңғысқа, сен қалсаң біраз жұмыс істейтін еді ауылда. Өзіне айтатынмын. Солай болды, бірақ енді бір жылда көрсетіп кетті, халық та қимай жібергісі келмей ол кісіні шығарып салды, солай жіберді. Өзің әкім болуға қалай қарайсың, ауыл әкімі? Әкім болуға. Енді бұйырса болашақта көреміз, бірақ әкім болсам мен таза жұмыс істер едім. Халық игілігіне. Түсінікті. Енді спортқа қайтып оралайық. Бір посттың астында Ербол Мұханов мен досым деп жазыпсың. Фотосы да бар. Бауырым ғой. Кезінде дзюдоға бірге қатысқан құрдастарымның бірі. Енді бір жас айырмашылығымыз бар. Жалпы Ербол туралы не айтасың? Оның осы Торғай аймағындағы жасап жатқан істері туралы не айтасың? Жалпы жекпе-жек ММА Торғай өңірінде қалай дамып жатыр, сол туралы айтып өтсең. Мен Ерболды осы 2018-ден 17-ден бастап білемін. Ербол өзі сондай жақсы жігіт, намазхан жігіт,
салмақты жігіт. Иә, енді өзі мына спорт неден любительскийден ол Қазақстанда алған жігіт, мықты жігіт. Ол кісінің жаңағы осы торғай, осы Арқалық өңіріне бірінші сол жекпе-жекті алып келген сол кісі. Иә. Бірақ ол кісіге де қолдау аз болып жатыр. Мен байқап жүрмін, біліп жүрмін. Соны Арқалықтың жігіттері қолдаса, бір зал берсе жақсы. Ербол шығарады ол. Әлем чемпионды шығарады, дайындайды. Мықты жігіт ол. Ерболдан басқа қандай азаматтар болды жалпы осы жекпе-жек саласында? Жекпе-жек саласы торғай өңірінен біраз қазір жастар шығып жатыр. Мына Қайрат Қабдыраш деген інім бар осында Арқалықта. Ол да біраз областың турнирлерде жүрді біраз. Ол жігіт тренер ау деймін, иә? Тренер, еркін күрестен. Және ММА-дан да шыға ма ол? Шығып жүрді, қазір қойдым. Мен Қазақстанда алған жоқ, бірақ енді областный деңгейде алып жүрді орындарды. Жақсы, түсінікті. Енді соңғы сұрақтардың бірі, осы Арайлы Арқалық YouTube каналы туралы не айтасың? Және қоғам белсенділері туралы не айтасың? Оның ішінде білетін өзіне Торғайға жақын Ербол Бекбосын деген ағам бар. Осы Торғай өңіріндегі қоғам белсенділері туралы және осы Арайлы Арқалық YouTube каналы туралы не айтасың? Сіздердің YouTube каналдарыңызды қараймын. Жақсы мәселелерді қозғайсыздар, қоғамдық, әлеуметтік мәселелерді қозғайсыздар. Сол енді алға жүре беріңіздер. Не деймін енді, осылай белсенділерді жинап, бір жақсы жағына қарай өзгертуге біздің қоғамды солай атсалысып жүргендеріңізге сіздерге рахмет айтамын. Қолдаймын сіздерді бір оймен келгенде. Ербол Бекбосын жайлы десеңіз, ол кісіде былай шыли танымаймын да, бірақ ол кісінің енді қозғап жүрген мәселелері жақсы жағынан деп ойлаймын. Біз айтпасақ, халық болып талап етпесек, істемейді ғой жұмысты. Сондай болып кетті ғой. Оян қазақ деп бекер айтпаған ғой. Осыдан жүз жыл бұрын айтып кетсе де, мысалы білген да, ол қазақтың сауатты болуын, қазақтың жаңағы талапшыл болуын солай айтып кеткен ғой. Талап етпесе жұмыс істелмейді қазір шынына келгенде. Соны қоғам болып талап етуіміз керек қой. Оның өзі даурықпай шешілетіндей мәселені солай талап етуіміз керек. Түсінікті. Енді біздің каналдың көрермендеріне, біздің жерлестерге айтар тілегім болса? Сіздердің каналдарыңыз көрерменіне айтарым. Сол Қазақстанда бәрі жақсы болсын, еліміз бай болсын, жұртымыз тыныш болсын. Сол Арайлы Арқалық каналына да рахмет, шақырып жатқандарыңызға қонақ ретінде. Сол бәріміз білейік, біліп жүрейік, талап етейік, жұмыс істетейік, істемейтіндерге. Көбіне қазір жемқорлық мәселесі болып кетті ғой, сол жемқорлық мәселесін жояйық бірігіп. Мен өзімнің өлеңімді көрген шығарсыз постан. Өлеңімді. Жеңдер әкең ақшаны, жеңдер мектеп жолды бақшаны. Ақша көрсе жеуге дайын тұратын, ойламайтын, ақша жеуден басқаны. Жеңдер асфальттан да жолдан да, ол аз десең пара сұрақ олдан да. Жеп алыңдар сорлылар пакабилік қолдарында тұрғанда. Осы жемқорлықты бірінші рет жоюымыз керек та. Жемқорлық жойылмай, қоғам дамымайды. Сол белсенді болайық, бәріміз талап етейік. Жақсы, бүгін бізде қонақта болған бұрынғы спортшы, ақын, блогер, қоғам белсендісі Оралхан Озбаев бауырымыз. Амандықта болайық. Сау болыңыздар.